Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде математика пәні. 1-ші сыныптың 7-ші сабағы. Сабақтың тақырыбы қосу және азайту. Алдыңғы сабақты жалғастыратын боламыз. Балалар, сендер қосу мен азайтуды біраз біліп қалдыңдар, е? 1-ші тапсырмаға назар аударыңдаршы. Тақтадағы жазуларға қара, түсіндір дейді. Бізде тақтада 3 саңырауқұлақ тұр, е? Бір саңырауқұлақтың қасында 2 саңырауқұлақ. Сонда тең болады неше? Қосындының мәні нешеге тең болады? Дұрыс айтасыңдар, 3-ке тең болады. Келесі суретті қарайықшы. Вазаның ішінде бізде 3 гүл тұр. 3 гүлдің біреуі солып қалған. Сонда неше гүл тұр? 2 гүл тұр, дұрыс айтасыңдар. Келесі суретке қараңдар. Барлығы 2 алма. Оған біз 1 алманы қостық жанына, е? Сонда бізде 3 алма болды. Келесі суретте 3 банан тұр, оның 2-і желінген екен. Сонда неше банан қалды? Айырманың мәні 1 банан, дұрыс айтасыздар. Келесі тапсырманы қарайық, балалар. Балалардың қалай есептеген айт. 1 қосу 1, қосындының мәні 3-ке тең болады. Келесі 1 қосу 1, 2 болады, оған қосу 1, 3 болады. Бұл жерде 2 санын 1 қосу 1 деп алыпты. Келесіге қарайықшы. 3 азайту 2 тең болады 1. Келесі 3 азайту 1, 2 болады. 2-ден 1-ді азайтсақ 1 болады. 2 санын, яғни бөліктеп қосуға да, азайтуға да болады. Осыны балалар естеріңде сақтап алыңдар. Келесі бізде балалар өзіндік жұмыс. 3-ші тапсырмаға назар аударыңдар. Сандардың қосындысы мен айырмасының мәнін есепте дейді. 1-ге 1-ді қосқанда мәні 2 болады. Келесі 2-ден 1-ді азайтқанда тең болады 1. Және 3-тен 1-ді азайтқанда мәні 2 болады. Тор көздің ішіне, балалар, сандарды әдемілеп шығармай жазыңдар. Ал кәнекей балалар, 4-ші есепті бірге шығарайық. Суретке қара. Неше жеңіл мәшине, неше автобус, неше шырша бар. Цифрлар мен таңбалардың көмегімен жаз дейді. Кәнекей балалар, бірге мұқият санап қарайықшы. Неше жеңіл мәшине бар екен? 1, 2, 3. Дұрыс айтасыңдар, 3 жеңіл мәшине бар. Және неше автобус бар? 2 автобус бар. Неше шырша бар екен? 1, 2, 3. 3 шырша бар екен. Бізде нақта балалар 3 шырша бар, е? Яғни біз 2 шырша қосу 1 шырша деп жазсақ, барлығы 3 шырша шығады екен. Суретте бізде 3 жеңіл мәшине бар, е? Демек, біз 1 қосу 1 қосу 1 дейміз. Тең болады, мәні 3-ке тең. 1 қосу 1 тең 2. 2 деген бізде автобус. Ал балалар, мына соңғы 5-ші есепке де келдік. Суреттер мен жазуларды салыстыр дейді. Көк жазуменен бізде 2 деген сан тұр, е? 2 қосу 1 қызыл сан тұр. Тең болады 3. Яғни көк пен 2 деген сан ол бізде 2 ұлды білдіреді. Қосу 1, қызыл сан ол қызды білдіреді. Жалпы баланың саны 3 болады екен. Келесі есепте 1 қызыл сан тұр, е? Ол қызды білдіреді. Қосу 2 көк сан ол ұлдар. Жалпы баланың саны 3. Осымен балалар, сабақ аяқталды. Соңына дейін тыңдағандарыңа рахмет. Сабақ ұнаса лайк басып, тіркеліп қойыңдар. Қоңырау белгісін бассыңдар, сабақ сендерге ең бірінші болып көрінеді. Келесі кездескенше.